Сәлем қыздар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоблогымызда үй жағдайында өте дәмді KFC әзірлейміз. Ең алдымен тауық аяқтарын алдық. Тауық аяқтарын осылай арасын пышақпен кішкене кескілеп қоямыз. Арасын ашып, тұздықта тұрған кезде жақсылап тұзы сіңу үшін және қуырылғанда да тез пісу үшін. Ең алдымен жеке ыдысқа 300 мл салқын суды алдық. Оған зәйтүн майын құямыз. 1 ас қасық қызыл бұрыш, паприка және имбирь қара бұрышты қосып, тұз саламыз. Жақсылап араластырып, тауық аяқтарын соусқа жақсылап батырып қоямыз. Ең аз дегенде 2 сағат тұрса жақсы болады. Немесе 4-5 сағатқа салып қойсаңыздар болады. Осылайша барлығын салып қойдық. Суға толығымен бату керек. Маринадталып болды. Енді біз ұнға паприканы қосып, жақсылап араластырып, тауық аяқтарын осы ұнға аунатамыз. Осылайша жақсылап аунатып аламыз. Барлық жеріне ұн тию керек. Енді біз осындай сито немесе дуршлаг салып аламыз тауық аяқтарын ұнымен қоса. Кішкене сілкейміз. Артық ұндары түсіп қалу керек. Осы күйінде суға саламыз. Кішкене көбіршіктер шығады. Көбіршіктер шығып болған кезде судан алып, суын сорғытып, қайтадан ұнға саламыз. Тағы да ұнға толығымен аунатамыз. Жақсылап барлық жеріне ұн тигізіп аунатып аламыз. Майымызды құйып алдық. Майды тауық аяқтары бататындай қылып құямыз. Қызған майға барлығын салып 15 минут қуырамыз орташа отта. Ал егер тауық қанаттарынан жасайтын болсаңыздар, 10 минут қуырылса пісіп кетеді. Тауық аяқтары болғандықтан, кішкене қалыңдау болғандықтан 15 минут ұстадым. Мінекей осындай KFC тауық аяқтары дайын болды. Ұнады ма KFC? Қайсы бекосик? Хрустящий ма корочкасы? Беконь? Сілей қытырлақ. Вкусно. Молодец, ас болсын. Лайк. Осындай дәмді KFC үй жағдайында өте жеңіл дайындалу жолы әрі дәмді. Сондай қабығы да қытырлақ болады. Және мынадай салат дайындап қойдық. Біз қазір ужинымызды ішіп отырмыз. Астарың дәмді болсын.
Димаш? Дәмді ма? Иә. Дәмін көрейік. Ben de yiyip oldum. Сондай дәмді, іші арасы бәрі жақсы піскен. Лайкты аямай басып отырыңыздар. Менің қара балам лайкты аямай басып отырыңыздар дейді. Ас болсын бәріңізге.